Сәлем достар, сіздермен бірге Арайлым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге қуырылған баклажан, болмаса тещин несі деп аталатын салат дайындаймыз. Ол үшін бізге қажет болады баклажан 1 дана, 3 дана помидор, және 150 грамм, 2 дана жұмыртқа, 3 бөлікке бөлінген чеснок және майонез қажет болады. Бірінші кезекте біз баклажанымызды бөліктерге бөліп аламыз. Жұқалап. Бөлінген баклажандарымызды осылай қоямыз. Одан соң жұмыртқамызды жарып, бөлінген жұмыртқамызды осылай кезекпен араластырып аламыз. Бұл араластырылып алынған жұмыртқамызға біз баклажанымызды екі жағын кезекпен батырып, содан соң ұнға малып аламыз. Осындай кезекпен баклажанымызды жұмыртқаға малып, ұнға үстіне батырып аламыз. Екі жағын кезек-кезек батыратын боламыз. Осылай баклажандарымызды 180 градуста қызып тұрған майға қуырып аламыз. Қуырылған баклажандарымызды осындай қызартып, майдан аламыз. Майын сорғытып аламыз. Екі жағын бірдей қызыл түске енгізіп, қызартып қуырып аламыз. Соусына чесногымызды майдалап турап аламыз. Бөліктерге бөлінген чесногымызды салып, ыдысқа салып, кішкене көз мөлшерінен бұрыш, кішкене тұз қосамыз. Және майонезімізді қосатын боламыз қоспамызға. Дайын болған қоспаны қасықпен араластырып, баклажанымызға үстіне жағатын боламыз. Осындай әдемілеп жағып шығамыз. Осылай жағып шығамыз. Енді қызанақтарымызды бөліктерге бөліп, жұқалап турап аламыз. Туралған қызанақтарымызды баклажандардың үстіне шеңбер тізімімен қойып шығамыз. Және бұлардың үстіне екінші кезекте баклажандарымызды қоямыз. Міне менде қуырылған баклажаннан жасалған салаттарым дайын болды. Ұнаса осы рецептпен жасап
көрсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Осы видео ұнаса, астына лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер.